келе. Бүгін 18 мамыр 2024 жыл. Мынау Асар деген больница. Өте тар екен. Қанша метр екен десеңіз? 5 метр шығар екен. Тиым салынады дейді. Оке, мына жерде темекі шегуге бола ма сізге? Неге шегіп тұрсыздар? Көрсетейін ба қолыңыздағын? Сіздер неге басқалардан заң талап етесіздер де өздерінің заң талабына бағынбайсыздар? Бізден рұқсат сұрайсыздар, рұқсат аласыз. Бірақ темекі шегіп тұра бересіздер өздеріңіз. Дұрыс па көке? Далада бұл жақта көше жаққа шығып шектім. Көрсетіңізші қолыңызда темекіні. Көше жаққа шығып шектім. Көрсетіңізші темекіңізді. Мына жерде темекі шегуге тыйым салынған деп тұр. Бірақ мына күзетші мойындамайды, темекі шегіп тұр. Бұл анау заң деген бұл қарапайым халыққа ғана да, бұл тек қана. Бірақ өз жерінде заң жоқ бұл жерде. Мына қазір тырып қойды темекісін бәрін қалтасына орап. Мына жерден қазір көреміз қалай не болады. Негізі қазір мынау қабылдау бөліміне келдік қазір. Мына жерде жай осылай келесін. Мынау қабылдау бөлімшесі. Міне қараңыздар, больницаның қаншама жері бар да, артық жері бар. Машина сыймайды деуге келмейді. Міне қаншама жері бар, бірақ бұл жерлердің барлығын мынау халыққа жағдай жасалмаған да. Мына жолдарын тар етіп істеп қойған, бірақ номер 1-ші департамент, емханалығы департаменті. Бұл жерге арнайы рұқсаттама дейді, бірақ қандай рұқсаттама екені белгісіз. Бірақ мынандай машиналар кіре береді болады. Қандай рұқсаттама жолдан тайғақ тастаған. Қазір көрейік бұл жерде. Шымкент қаласы. Мына жерде бейне анықтау деген запрещен деп істеп тастапты. Көрейік бейне бақылау. Қазір ішке кіретін болам, ішке кірген қажетті жағдайда мен видеоға түсіретін болам. Егер аштар анау-мынау деп тұрса, мен